Тақырыбымыз энергетикалық деңгейлер, квант сандары және орбиталдар. Бұл жерде біз Паули принцибі, Гунд ережесі негізге етеміз. Содан кейін Клычковский ережесіменен электронның құрылым формуласын құруды үйренеміз. Паули принцибінде 1925 жылы Паули ашқан бұл принципте бір атомда барлық квант саны бірдей 2 электрон болмайды. Яғни әр электрон бір-біріне ұқсамайды. Бейне біз 5 миллиардтан асқан адамдар бір-біріне ұқсамайтын сияқты, электрондар да бір-біріне ұқсамайтынын көрсетеді. Гунд ережесінде деңгейшелерде электрондар алдыменен бос орбиталдарды толтырады бір-бірден. Содан кейін ғана олар электрон жұптарын түзеді. Мысалы, азотты қарастыратын болсақ, азотта жалпы 7 электрон. Бірінші қабатта 2 электрон, екінші қабатта 5 электрон. Енді орбиталдарға орналасатын болсақ, бірінші қабаттағы S орбиталында 2 электрон, жоғары, төмен бағыттаймыз. Онен кейін барып, екіншідегі 5 электронның 2 электроны S-ке орналасады. Бірінші периодтағы 2 электрон, екінші периодтағы 5 электронның екеуі осылай орналасса, қалған үшеуі 3 ұяшыққа теңдей орналасады. Осылай. Енді басқалайды қарастырайық. Мысал, фосфорды алып алайық. 15 электрон. 2, 8, 5. 15. Бұның бірінші қабатында бізде S 2 электрон, бұлар S электрондар, 2 электрон қарама-қарсы орналасып. Бұл не үшін қарама-қарсы? Бұны қазір түсіндіреміз. Магнит квант саныменен, сосын спин квант санымен түсіндіруге болады. Бұл электрон біреу сағат бағытында, біреу қарама-қарсы бағытта екен көрсетеді. Бірінші периодтағы 2 электронды орналастырды. Енді екінші периодтағы 8 электронды орналастырды. Оның екеуі бағанағыдай S элементтер, олар қарама-қарсы бағытта қозғалып, шеңбер бойымен қозғалады. Сосын 6 электрон бізде 3 деңгейшеде орналасады. Бірінші 6 электронды орналасу үшін біз бірінші жоғары бағыттап 3 ұяшықты белгілеп аламыз, сосын барып жұп құрайды. Бұл екінші период. Енді үшінші де бізде 5 электрон. 5 электронның 2 электроны шар тәрізді қозғалып, осылай орналасады. Сосын барып 5-тен 2-ні азайтсақ 3, бұлай қозғалады деген сөз. Міне осылай. Жалпы Гунд ережесі болғанда, деңгейшелерде электрондар алдымен бос орбиталдар толтырып, сонан кейін ғана жұп құрайды. Орбитал электрондардың болу ықтималдығы ең жоғары кеңістік. Энергетикалық деңгей ол период санын көрсетеді. Ол бас квант санмен белгіленеді. Бас квант санмен. Енді осы бас квант саны, мысалы, екінші периодта, мысалы, қанша максималды сан бар екен, мына формуламен біз анықтай аламыз. Мына формула. Мысалы, бірінші периодта максималды 2 электрон. Екінші периодта максималды, алдында 2-сі бар. 8 электрон дегендей. Мына формулаға біз салып есептейміз.
сосын электрондардың орналасу қабат саны. Мысалы, бағана мына қабат саны. Осы үш шама бір мағына білдіреді. Энергетикалық деңгейлер біз әдетте К, Л, М, О, П деп осылай белгілейміз. Атомдағы кез келген электрондардың күйі 4 квант санымен сипатталады. Так. Ол дегеніміз бас квант саны. Бас квант саны n. Сосын орбиталды квант саны. Орбиталды квант саны әдетте былай деп белгілейміз. Бұл орбитал квант саны бағана бас квант санаттан бірді азайтқанға тең. Ал егерде L тең 0 болса, ол S элемент екен. L тең 1 болса, ол P элемент екен. L тең 2 болса, ол D элемент екен. L тең 3 болса, ол F элемент екен. Есептеп көруге болады. Так, енді магниттік квант саны. Магнит квант саны ол ядро магнит өрісіндегі орбиталдардың таралу сипаттайды. Магнит өрісіндегі. Енді бұл жерде саны тең 2 еселенген орбитал квант саны қосылған 1. Міне осы арқылы бізде қанша орбитал бар екенін көрсетуге болады. Қанша орбитал бар екен. Сол орбиталдың ортасын 0-ден оң жаққа қарай артап, сол жаққа қарай кемейді. Мысалы, мына жерде орбитал квант саны 0 болған кезде, мына 0 дейтін болсақ, мына жерде 1 болады. Ол деген сөз 1 орбитал бар екен көрсетеді. Ташқанда ол 0-ге тең деген сөз. Сосын, мына жерге 1-ді қоссаңыз, жерде 1-ді, екі жерде 1, 2, 3, башқанда бұл жерде 3 орбитал бар екен көрсетеді. Тура ортасын 0 деп аласыз. Мысалы, 3 ұяшықта айтатын болсақ, 3 электронды қоятын болсақ, ортадағы электронның былайшықанда магниттік квант саны 0, бірінші электронның магниттік квант саны -1, үшінші электронның магниттік квант саны +1-ді көрсетеді. Міне осылай. Енді келесі бізде спин квант саны деген бар. Спин квант саны дегеніміз ол егерде электрон сағат тілімен 1-ге айналса, онда 2-ден 1. Ал сағат тілінен кері болса, онда -2-ден 1 деп көрсетеміз. Ташқан кезде жоғары бағытталғанның бәрі сағат тілімен 1-дей бағытталғандай болса, бұл жердегі спин квант саны 2-ден 1 болып есептеледі. Так, енді электрондардың айырмашылығын біз олардың 4 квант санымен анықтай аламыз. Магнитті квант сан, орбиталды квант сан, магнит квант сан, бас квант сан, сосын спин квант саны арқылы, кәдімгі кесте құру арқылы электрондарды анықтауға болады. Так, келесі мына есепті қарастырайық. Мынаны қарастырмай-ақ қойық, мына жерде негізі 4 болу керек. Так, қай период элементтің сыртқы қабатындағы электрондары 2-ге тең. Так, бізде мына есепте бас квант саны 1 болса, онда орбитал квант саны бізде 0. S элемент деген сөз. Бұл екеуінің қосындысы 2-ге тең емес. 2-ні қарастырайық. Онда бізде орбитал квант саны 0 және 1-ге тең. Былайша айтқан кезде S элемент және P элемент. Бұл жерде S элементті 2-ге 0-ді қоссақ, бізде 2-ге 0-ді қоссақ, 2-ге тең, сондықтан екінші период S элемент болып табылады. Екінші период S элементі бізде литиймен берілі.
Так. Сонымен келесі есеп бізде мынау. Так, 3p5 қай элемент осы элементтің сыртқы электрондық құрылысының электрондық графиктік формуласын құрыңыздар дейді. Бірінші қай элемент екенін анықтап алайық. 3p5 дегеніміз, бұны енді толығын жазатын болсақ, 3s2 3p5. Былай айтқанда үшінші период, жетінші топ. Жетінші топ. Былай айтқанда үшінші период, жетінші топ, ол бізде хлор. 2, 3, 4, 5. Осы 5 электронды қарастырайық. Бірінші бас квант санын, сосын барып орбиталық квант сан, содан кейін магнит квант сан, сосын спин квант санын қарастырайық. Так, келесі бас квант саны, бұл жерде біз период санын көрсетеді. Бұл қай периодта? Үшінші периодта. Барлығына 3 деп жазып шығамыз. Сосын орбитал квант саны. Бұл жерде бізде p элемент болғандықтан бізде p-да бағанағы 0-де s біз бағана жоғары жағында қарастырып едік қой. Соны кісіге тағы бір қайталап жіберейік. Мына жерде тұрғанды айтып атқаным ғой. Так, 1 болғанда 0 болады деген сияқты. 3 болғанда 0, 1, 2. Бұл жердегі 0, 1, 2, бір 0 s элементі, бір p элементі көрсетеді. Енді бізде бұл p элемент болып тұр. Сондықтан бізде орбитал квант саны, бізде магнит квант саны қарастырайық. Магнит квант саны бізде қанша орбиталда тұратынын көрсетеді. Так, біз p-ны дағы электрон сандарын біз 3 ұяшыққа бөліп орналастырайық. Өйткені бұл жерде магнит квант санда 3 ұяшық болады. Так, бірінші электрон, екінші электрон, үшінші электрон, төртінші электрон, бесінші электрон. Ондай болса магнит квант саны, так, бірінде 0, минус 1, плюс 1. Так, бірінші электронда магнит квант саны минус 1. Екінші электронда минус 1. Үшінші электронда бірінші электронда минус 1, екінші электронда 0. Так, үшінші электронда плюс 1. Төртінші электронда минус 1. Бесінші электронда төмен 0. Так, енді спин квант саны, бұл жоғары бағытталса 2-ден 1-ді көрсетеді. Болса, бірінші электрон жоғары бағытталып тұр. Екінші электрон жоғары бағытталып тұр. Үшінші электрон жоғары бағытталып тұр. Төртінші электрон төмен бағытталып тұр. Бесінші электрон төмен бағытталып тұр. Так, сонымен біз құрадық. Енді қарасаңыздар, бір-біріне ұқсайтын электрондар жоқ. Мына электронның 3 квант саны басқа электронға ұқсамайды. Так, басқа электронға ұқсамайды. Міне осылайша әр электронның өзінің бір ерекшелігі бар. Бір-біріне ұқсамайды. Бұл Паули принципі. Келесі Кличковский ережесі, қалыпты күйдегі атомдардың электрондары, орбиталдары энергетикалық өсу ретімен толтырыңыз дейді. Енді бұл біз жаттап алуымыз керек негізі. Ең бірінші қабатта, сіздер білесіздер, максимум 2 электрон. Ол бізде 2s. Жалпы 2 электрон спиралды қозғалады бірінші қабатта. Онан екінші қабатта бізде 8 электрон. 8 электрон, 2 электроны бізде осы шеңбер бойымен қозғалады. Біреуі сағат тілімен, біреуі сағат тіліне қарсы.
Соның кейінгі 6 электрон ол P деген шеге бөлініп орналасады. Максималды 6 электрон. Не осылайша үшінші қабатта бізде 18 электрон. 3s2 3p6. Енді Клычков ережесінде мынандай сызба сызған бізде. Жоғары жағынан төмен қарай кішкене оңайырақ болады. Так, бірінші қабатта 2 электрон, екінші қабаттағы электрон өстіп. Мындай. Үшінші қабатта 3-ті. Мынасын жазбай ақ қойып қазірше. 3-ті деп 4 s 4 p 4 f деп осылай кете береді. Осы ретте бұл бағанағы деңгейдің энергетикалық өсу ретімен қиғаш орналастырғанда, былай қиғаш орналастырғанда өстіп, сол кезде мына жерде 3p-дан кейін 3t емес 4s орналасады. Сондықтан мына жерге біз 4s-дан кейін бар 3t, мынан кейін 4p деп олай кете береміз. S2, 2s2, 2p4. Так, болатын элемент атомдардың әр элемент электронның қалыпты күйін сипаттайтын 4 квант санын көрсетіңіз дейді. Так, енді біз мына барлығын емес, мына соңғы несімді көрсетейік. Екінші периодтағы 6 электронды көрейік деп жатырмыз, сондықтан бас квант саны бұлардың барлығынікі 2 болады. Енді бұл жердегі орбитал квант саны алғашқы 2 электрон бізде s. S бізде 0. Так, мына жерге 0 деп жүреміз. Қалғаны 1 дейміз. Бұлар P элемент. Мына кейбір S P-ға жатады. Так, енді магнит квант саны. Магнит квант саны енді бізде магнит квант санында S-те бізде 0 көрсетеді. Ал енді мына P бізде 3 үй ашық. 3 үй ашыққа 4 электронды орналастырамыз бұлай. Үшеу кетті, онен кейінгісін жоқ құрайды. Сондықтан да ортасы 0, сол жақ -1, мына жақ +1. Ондай болса, осыған қараймыз. Бірінші электрон ол 1 үй ашық болғандықтан оларда 0 болады. Так, 0 мен бізде 2 кетті. Енді P-ның 4-еуі. Соның үшіншісі бізде -1-ді көрсетіп тұр. -1. Екінші, осыған 4-ші электрон. Мына жерде бізде 2 кетті қалды ғой. 1, 2, 3, 4. Мына 4 болыпты. 0-ді көрсетеді. Мына 5-ші электрон. Бұл +1-ді көрсетеді. 6 -1-ді көрсетеді. Так, келесі. Спин квант санында бізде жоғары бағытталса, ол сағат тілімен 1-де, мынаны көрсетеді. Жоғары бағытталғанды. Так, алғашқы есептегі бірінші электрон жоғары көрсеткенбіз. Сондықтан да +2-ден 1, төмен бағытталған -2-ден 1. P-ның 3-і мынау ғой. 1, 2, 3, мынау жоғары бағытталыпты. Так, сосын жоғары бағытталыпты. 4-ші элемент. 4-ші электрон. 5-ші электрон жоғары бағытталыпты. 6-ші электрон төмен бағытталыптыр.